Электронды сигареттің қауіпсіз дүние емес екендігін айттық. Тіпті бұл дүние кей жандардың өміріне нүкте қойып, арты қайғылы оқиғамен аяқталып жататын сәттерде жиі көрініс беруде. Ендеше ажалы электронды сигаретте болған 5 жанның оқиғасына тоқталамыз. Калининград облысында 15 жастағы жасөспірім электронды сигаретті қолдануы себепті ажал құшты. Көргендердің айтуынша ол бірнеше минутқа созылған жан қиналысынан көз жұмған. Өз достарымен қатарластарымен жүрген сәтінде вейпке ернін апарған ол бірер сәттен кейін өзін нашар сезініп, есін жоғалтып алады. Жанындағылар жедел жәрдем шақырғанымен жігіт оған дейін бұл дүниемен қош айтысқан. Дәл осындай жағдай Ленинград облысында орын алды. Мұнда да 15 жасар жеткіншек белгісіз себептен қайтыс болды. Өз достарын үйіне шақырған кейіпкеріміз біршама уақыттан соң жалғыз қалады. Ал достары оны ес-түссіз күйінде тауып алды. Дәрігерлер де тәртіп сақшылары да ажалдың себебін бағамдай алмады. Бірақ жолдастарының айтуынша олар сол күні электронды темекіні көп қолданғандығын алға тартты. Татар елінде дәл сабақ үстінде тағы да 15 жастағы жігіт көз жұмды. Негізгі себеп электронды темекіні шамадан тыс қолдануы. Орыс тілі пәні жүріп жатқан, кенет 9-шы сынып оқушысы есін жоғалтып, жедел жәрдем келгенше қайтыс болды. Белгілі болғандай жігіт ешқандай дертке шалдықпаған. Ал жүргізілген сараптамалар бойынша бұл жеткіншектің ағзасынан заңға қайшы қауіпті препараттардың мөлшері табылды. Артем атты 14 жасар 8-ші сынып оқушысы Екатеринбургтегі академиялық мөлтек ауданда ажал құшты. Жолдасының айтуынша зардап шегушінің анасы ұлын ессіз күйде тауып алған, ал қолында электронды сигарет. Оған зерттеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде баланың вейп құрылғысындағы сұйықтықтан ұшынғандығы айғақталды. Техаста 17 жастағы жасөспірім жан тәсілім етті. Дәрігерлердің оған қойған диагнозы өкпе рагы. Анықталғандай ол 11 ай көлемінде электронды сигаретті қолданып келген. Сол себепті өкпедегі ісіктің өсу процесі қарқынды жүрген. Формальдегидтің бұл құрылғыда көп болуы ажалына басы себеп. Мәселен, қарапайым темекі электрондыға қарағанда оны баяу өлтірер еді.